Баршақтан сәлем. Сізден бірге Мико KZ каналы. Бүгін біз жаңа бір құбыжықтармен музы модты қырылдыратын боламыз. Бұл модты алғыңыз келсе, телеграмма жазыңыздар. Телеграм нөмір описанияда. Музы модтарын қылдырамыз. Бірінші түсірген видеомен. Бүгін қайсы олардың заттар басында көрсетіп кетем. Бұлар өте үлкендей қояйын, кіші орташа мод. Осындай броня бар. Осындай броня, қылыш бар. Осындай посық бар. Бұл посыққа неден түсетінін айтамын. Бұл посықты осылай аласыздар. Бастаңыздар, осындай нәрсе лақтырып отырып тұрып бастаңыздар. Скелет жеті көмекшілер шақырады. Сізден басқа бәріне түседі. Броняның өзіне түсіп отыр. Робот не үшін екенін білмеймін, бірақ роботты мыналардың жасайтын бөлшектерінен алып тұрған. Осы бөлшектермен жасайсыздар. Сосын мынандай бас болады. Бір құбыжықтың басы. Осылай киіп аласыздар. Мынандай да бір бас болады. Оны да киіп аласыздар. Сосын мынандай жаңа броня жасайсыздар. Осын мынандайды андайға айналдырасыздар, мына домалаққа. Сосын мынандай железный неге ұқсатады. Ол өтсеге ақшық болады. Анадан 16 болады. Сосын бір құбыжықтың жүрегі. Мынау да бір кітап бар. Оны қазір көрсетем. Мына жұмыртқаларын көрсетейін сіздерге. Алып жатырмын. Шақтара кездестіресіздер, бұны осылай ұйықтап жатады. Бұл сіздерге тиіспейді, қасына бүйтіп тұрып қалсаңыздар, бұл осылай оянады. Жаңа посық осыдан түседі. Жаңағыдай ортасына лақтырады. Сосын жаңағыдай көмектерін шығарады. Келесі бұл бос секілді. Келесі бұл осындай жұмыртқа. Осындай жаңағы не? Осы кітап ұстап жүріп сілеқыр айтады. Бұның жаны аз, бірақ бұл саған тиіспей. Келесі осы жанның басының қылышы бар. Міне көріп тұрсыздар ма? Осындайлар түсетін болады. Сіздер көрсетесіздер. Мұның қолында осылай қылыш тұрады. Сосын басы түседі. Ананың посық анда-санда түседі. Бірақ оның посық жасайтын нелер түседі. Заттары. Келесі бұл мына китайский панда. Бұл осылай қырылады бір-бірімен. Екеуі, сосын анау жағы көкте. Келесі бұл осындай бір скелет. Секілді бір артады, прессовать етіп жүреді. Сосын бұл осындай үкі бар. Бұл үкі орманда кездестіресіздер. Сосын панданы пандалар жүретін жерде кездестір. Ал мынаны орманда. Ал енді ең мықты бос секілді, бірақ бос емес. Міне қараңыздар. Бұл да көп нәрсеге тиіседі. Міне осылай шайқасады. Сіздерге енді музей мұртыстармен қырылдыратын боламын. Біртіндеп қырылдырамын, бірақ аташ көрінбейтін дәрі, көз жақсартатын дәрі керек бізге. Бірін шарттаймыздар пандамен. Фросманы қылдырайық. Әлгінде ең мықты бостардың әлсіз осы Фросман болды. Егер Фросман жеңсе, әлсіз емес болады. Өйткені бұл китайский өткен бұл жай големне жеңіп қалған. Енді біздің Фросманымыз алайық. Алысқа көрсетейін сіздерге. Бұл бәрі чоң қылып керек. Мен осындай дәріс жүргім керек бұл. Телефон түріне қайдам енді. Осыны шығарамыз. Мына шықты. Панданы шығарамыз. Осыны қоянды. Дауысын азайтып қаладым, қазір дауысым естілмей қалса.
осылай панданың ұрған кезде дыбысын шығарады. Көмірден Фростман жанын кетіріп алды болды. Бірақ ішіндегі ең әлсізі осы. Жай өлеміне жеңіп қалған, мен тексеріп көргем. Ал бұны жіберген менің бір досым. Егер осы мод керек болса, нөмірім телеграм нөмірім әдетте описанияда. Екінші қалыпты видеоны жүргенде тез шайқасып кетіп керек. Әлі мынау елезіне ритсер бар. Біртіндеп құрылдырмайын ғой мен бұны. Әрқайсысын. Мынау қазір Фрост мода ұтылып қалса, бұл қазір алдағы шайқастарға шықпайды. Мә, метеорит нақ. Фрост мод кетті. Фрост моды. Бұл енді бұл әгі біздің Чингақ Хёң деген шығады. Енді Фрост моды алдағы шайқастарға шықпайды. Егер шығатын болса, мынаншан азайып қалған шығар. Мен енді бұны алып қалып шығарам. Мына осы ау деп ойлаймын. Жоқ бұл емес екен. Патшасы дәуір. Қазір соқтаңыздар. Қайда дамуын шығарып емес. Үшін бірде алып көрейік. Осы шығарамыз. Мынау көмекшілері бірінші түрде видеоғаны көріңіздер. Мына шайқасы бар бөлімнен. Бостар осылай жандары тез кетеді шығар, бірақ урандары көп та. Түнді давай Фрост моды қалғанда Фрост моды күтесің ғой. Давай ат. Осы қатты шығатса енді ренжімеңіздер. Маған айналға шықтап мен істеледім жаңа көмектері. Фрост моды ұт. Егер сен атылсаң Фрост моның өзі ғана железін ритіп көрдім. Метеорит нақ. Мау. Железін ритіп өзі-ақ қалды ғой. Железін бұлардың бәрін ұтыла ма екен? Железін сымал айырады ғой. Айтпақшы біздің гүліміз ба сосын. Бұл гүлді мықты гүл деген. Әші гүл жар, бірақ істейтін гүл. Ана шын жейтін гүл секілді. Екі модты қосқан әкелім бе білмеймін. Қатып барды. Қашып кетті. Тағы алдан оқып қойшады. Біреулер мені өтіп тұрады, бірақ біреуіне өтті. Мен железіне реттім, біреуді қалай өтады. Мен жарамыз. Виктор, оян! Мәші. Менің есептемем бойынша бұны железіне реттім айырады. Айыраттен ұтады. Негізі мен бір тексергенде Фростманнан ұтып кеткен тұғындамын. Ал енді білмеймін видео даман деген оғыз. Жер түйіп соққы жасаватыр маған. Ал енді ұтылмайды шығарсың. Мә арқасына ұрып жатыр маған. Біліп тұр. Бірақ оны бұл тез өлтіреді өткен. Айттым тез өлтіреді. Бұл енді бұл қазір жанып отырып алсын. Осан енді келесі біздің жаңа қылыш бар. Басын бұқа соны шығаратын боламыз. Бұл мынау қоя осал. Өз екен. Бұл түн болғанда шығады бұл. Фростманның көңілдені басы тұр бұлды. Егер аны тағы бір екі құбыжық бар, сол екі құбыжықтан біреуінен тұрса, видео тоқтайтын болады. Өйткені өзім осы шығатын адам жоқ.
ой антипло это надо не ставить куда надо ой қанша уже мынау ақылсын соғып жатыр қазір дәуіп кетеді қазір бір екі соққы тисе жерге кіргізіп алып жатыр мына дәуіп кетті көрдіңіздер ме жаңағы фросман бір дейді мына ұстаз мен қиылысып қалып шығайын енді ол жоқта жанымды көбейді келесі қылшықлар да мықты өйткені бұл деген көмекшілерін шақырып жан жақтан арқасын ұру мүмкін тез тұрдың ғой міне осы тұр қайсан жақсылар менің ойымша железный рыцарь ұту керек егер мына жерде ұтылса әділетсіздік болуы мүмкін ал егер ұтса әділетті да өйткені мынаның жаны аз болған мүмкін жан ең басты жерге қада бұрмаса болды ғой бірақ осында сізге қалай соққы жасайтынын көрсеткім келеді сондықтан осы железный ритммен қылдырамын жаңағы осы бос болмауы мүмкін бірақ ол мықты бос болмаса да оны мына жарты келеді жаңағыдай шығарып жатыр пост секілді иә бұл пост шағын моз жаңаларын жасайсыздар жаңа ашын қылышын соғады мынау жарып не істейді тағы не істеп жатыр жер тепті дәм қалды ғой Росмо не істерін білмей жатыр көмекшілері толып кетті жан жақтан қайта шығарып кім білсе кім білмейді бірақ Росмо деген жерге қадаса ғана барады сол ең бастысы сол жерге қадау керек осы айналысы айтты қоршағанда істемейсің бе қаптыңызда фросмо жаңарған өйткені бұңғыдан сәл көп тебетін болған дегендей суда өтіп кеткен патшасы мына сәл ұзақ кетуі мүмкін 13 секунд минут жатыр уже кім жегені әлі белгісіз бұл видео 20 минутта болуы мүмкін жаңа жерде видео тоқтап қапты сол бәрібір железный рыцарь бірде өліп қалып мынау өлген кезде жарылған содан мына жерге қылышын қадаған сөйтіп екеуі бірдей оттай келесі біздің бос және железный рыцарь осы соңғы шайқас аяқ қолына ұтады айқайлайды аралайды бұл жақсы десеңіздер бұл жақсы емес бұл жауыз бүкіл голем ара нелер бәріне тиіседі жетілдерге сондықтан бұған жақындаудың қажеті жоқ бұл деген удары өте мықты бұдан Фросмо деп железный рыцарьдің өзі жеңілуі мүмкін мына араларды төбелес үшін араларды отырмай жүр бұл
маған өлтіріп тұрады енді видео салып. Бірақ бұл деген қазір көмекшілер шығады, ана гүлдерден қазір ара емес, бірақ қазір өлімдер шығады мына гүлдерден. Артқа шығып жатыр міне. Нелер шығып айқайлап. Міне қазір уже болып қалды. Жаңа екеуі тең тұса етіп өткендей. Мен каналымды өзгертіп тастадым, атын Мика KZ канал деп. Сосын мен әлі скин тапқан жоқпын өзіме. Комменттерімді ашуды жақында қойып, жақында бір выживание сүремін. Міне кешіріңіздер, міне осы жерін видео тоқтату керек, память жетпей жатыр. Сіздермен бірге болған мен Мика KZ каналы. Қош сау болыңыздар.